Сен өмірмен қоштасып жатсың ба, не істеп жатсың? Секта болып кеткенсің ба, қалай? Тырып кеткен, мен қарызға тығып кеткен бір адамдар бар. Егер толық қолданғанда көзім ашылды да мен 20 миллион табатын адам болар едім осы уақытқа дейін. Тоқтап қалса вообще қораға кіріп кетейін деп тұрдым Көжсарып Нұрсейіт, 28 ағымның Базарбай Мамедов ондығынамын. Шымкент қаласынамын. Арнайы Алматы қаласына келдім. Осы 3-ші ай болды көшіп келдім. Осыдан шамамен 1,5-2 жыл бұрын бір Ахметбек ағайдың видеоролигін көрдім. Сол жерден бір үлкен не алдым. Осы кісіге жақында барам, мен 1-2 жылда барам. Алматыға қасына барып үйренем деп. Содан бастап көре бастадым YouTube каналдардан. Видеороликтерін қарадым, Инстаграмдарын көріп жүрдім. Қарызым жауып алайын, бос уақыт тауып алайын өзіме оқуға деп. Мына кәсіпті мынаны бітіріп алайын, мынаны бітіріп алайын деп. Сол проблема сылтаулардың арқасында 1,5 жыл өмірім өтіп кетіпті. Мен ойлаймын да, сол кезде, может, келген кезде қазір басқа өзгерістер болар ма еді деп. Қазір басқа дәрежеде отырар ма едім деген қазір ішімде бір өкініш бар, әрине. Бірақ ештен кеш жақсы деп осы шешім қабылдап осы уақыт келгеніме қуаныштымын. Мен той көліктерді жалға беруге айналсам. Осы сабақтардан кейін енді подниша деген нәрсені түсініп, расширять етіп жатырмын. Оптовыймен айналысуға ниетім болып жатыр. Франшиза сатуға ниетім болып жатыр. Соны масштабировать етуге құлшыныс қазір пайда болды менде. Менде сату өнері қиын проблема болып жатыр екен. Инстаграмдарға жауап беру, солардың бәрін үйреткеннен бастап істей бастадым. Табысым қазіргі таңда 40 күнде 7,250,000 болып тұр. Таза осы салоннан. Одан бөлек поднишалардан біреуіне франшиза саттым 5 миллионға, оптовыйдан 1,200,000 бөлек түсті. Сол 40 күнде 12,700,000 ба сондай табыс тапқам сол жобада. Ниетім бар, бітіргенше 15-ке жететін шығармын деген. Қазір енді түсініп жатырмын, жақсы бизнес жасаған екем, бірақ дұрыстап жүйеге қоя алмаған екем. Мына жерге келіп, соны түсініп, бәрін жүйеге қойып, әр жерге әз орнымен қазір отбасыммен қыдыруға, тауға шығуға, саяхаттауға менде өте көп екен уақыт. Аптасына мына жерге 15-20 минут келсем де жетеді екен маған. Просто адамдарға әркімге міндетін жүктеуді, жаңағы интернет заманауи профессиональный бизнесті қолдануды осы жерден үйреніп, өз-өзімді сонша пинетімнің енді рахатын көруге қадам бастым десем болады. Бос уақытым пайда болды. Қазір даже ойланып отырмын, не істеймін, бос уақыт көп. Тағы бір нәрсе ашсам ба екен, осы бизнес бастаудағы үйренген кәсібіме қайтып бастасам ба екен деп ойлап отырмын да. Кеше біраз таразылап көргенем, жақсы кәсіптер істеген екем. Осы жексенбі сайын тенниске барып тұратынбыз класстастарымыз. Біздің ондықтағы жақсылау игерген біреуін апарып, мен айтсам олар қабылдамайды да. Кішкене бизнеске жаным ашып, тренинг өзіміз ұйымдастырдық. Сол кезде уже мен шығып кеткен екен, группаға неге жазып жатыр да әзілдесіп, секта болып кеткенсің ба, қалай ол. Бұрынғы Нұрсейітті танымай жатыр, көп күлетін, не болыпсың деп жаңағыдай. Енді арасында не қылып жатқандар да бар, кәдімгідей қолдап жатқандар. Жақсы істеп жатсың, арамызда осындай біреу керек еді бізге де деп. Жалшылық өмірден расында да шаршадық. Қанша өмірдің кішкентайынан қиыншылық көрдік қой, жақсылығында бірге көрейік, біз тастама дегендер де бар. Енді қабылдамағандар да бар. Сенгісі келеді, признаваться еткісі келеді, бірақ ағай айтпақшы байлыққа апаратын жолға шыдағысы келмейді. Бірден ала салғысы келеді. Осындай үйретейін, қазір үйреніп жатырмын, керемет нәрселер жігіттер десең, былай күліп қарайды да. Жақсы деп. Үлкен 56 жасар біздегі Айсұлу тәте бар, инвалид болып қалып коляскіден тұрып, қазір аяқпен жүріп кеткен кісі. Бұған дейін жұмыс істемеген кісі 0 табыс болып кеткен. Сол 56 жас тәтені істеп жатқанда жастар істемеуі мүмкін емес шығар деп ойлаймын. Кез келген адам нөлмен келіп, үлкен бір сала таңдап кететін сияқты. Бұл жерде қойд миллиондап таппаса да, 150-200 мың тапса да, ол жердегі іліммен түптің түбінде соған жететін сияқты мен сенем, өйткені мына ортаға түскен екен, сондай ой қалыптасты менде. Егер осындай пайдалы видеоларды жіберіп алғыңыз келмесе, біздің каналға тіркелде, қоңыраушаны
басып қойыңыз. Біріміздің бір проблема болса, көпшілік енді мен миым жетпей жатқанға, жаңа 56 жасар апайдың миы жетіп, оның миы жетпей жатқан жерге менің миым жетіп, сол бір-бірімізді толықтырдық, толықтай бір берекелі ондық бола білдік та. Ойлаймын, ең мықты ондық біздік шығар деп. Енді әр ондық солай ойлайтын шығар деп ойлаймын. Менде бірақ өзімде сондай қалыптасты. Ең мықты ондық біздік шығар деп осы ағымда, 28 ағымда. Әлі оқу бітуіне 3-4 апта қалған шығар. Соның өзіне қазірден ойластырып жатыр, қалай осы ортаны қалай не қыламыз, бизнес ортаны қалай сақтап қаламыз деп. Аламанға бірінші келген кезде менде сол тау қопарсам да 2 миллионнан артық табыс таба алмаймын. 2 миллион мен тек қарызым жауға ғана жетеді. Үлкен қарыздарға кірген кездерім болған. Тек рахатын көрмеймін да, одан жоғары табысқа шықпасам. Тоқтап қалсам вообще қораға кіріп кетейін деп тұрдым да. Декларацияны қабылдадым мен. Кемі 5 миллион табам. Осы аламан біткенше көтерем, осы айына 5 миллион табуға жетем деп. Сосын бәр жерге жариялап тастадым оны. Жалпыға тастадым, WhatsApp группаларға, класстастарыма тастадым, ВКонтактіге тастадым, туысқандар группасы, ағайындар группасы, одан кейін братья деген группа, БМБ клуб группа, өзім 2008-ден бері БМБ деймін. Едіп, небір әңгімелер бастады уже әпкелерімнен. Не кеттің сен? Қуып кеттің ғой деген сияқты. Қайда декларация, қорқып кеттік қой, сен өмірмен қоштасып жатсың ба, не істеп жатсың? Сондай жағдайлар болды. Сөздік құны егер таппаған жағдайда бір жақтырмайтын, лақтырып кеткен, мен қарызға тығып кеткен бір адамдар бар тұғын. Соларға өз қолымен барып ақша сый берем дедім да. Ол кезде аз айтып қойыппын, 200 мың деп қойыппын. 2 миллион дегенде вообще мені тебереді декларация. Давай тұр деп ше. Осы декабрьге дейін өзіме серт бердім. Бүкіл қарыздарымды, кредиттерім бәрін жауып, өзімді бір босатайшы деп. Абай поселоктан үй алғам негізі 16 миллионға. Бірақ ойым бар, мынау Шаляпинадан жоғары, жақсы коттедждерде тұру. Енді пенде болған екен, оны да ойлайсың ғой, енді кімнен қай жерім кем деген сияқты өмір сүрейін деп. Жақсы көліктер міну, осы Меремиді бренд ретінде қалыптастыру, бүкіл Қазақстанда, оны біткеннен кейін Қырғызстан, Өзбекстан елдерінде осы бренд ретінде қалыптастыру, басқа да жобаларды істеу, сонда ойымда бар. Өзімді бұға дейін тек арман қойушы едім, қазір мақсат қойып үйрендім. Примерно өзім 5 жылдан кейін көрем да өзімді. Қазір қатты қиналған кезде соны елестетем да, соған қарай қадам жасаймын. Жақында келіншегіммен жолда жүріп сөйлестік, бала шағамыздың кім болатыны жайлы. Осы 7 жыл некеде әйеліміз екеуміз не көрмедік. Жалданбалы квартирада, неде қанша нәрсе көрдік. Осы жағдайда өмір сүре ма олар деген сияқты. Сонымен үлкен шешім қабылдадық. Оларға біздің айтқанымыз емес, істегеніміз, өзіміз примеріміз керек, жақсы ортамыз керек. Сол үшін біз өзіміз өзгереміз деп шешім қабылдадық әйеліміз екеуміз. Болашақта мен өзімнің 10 миллион айына табыс табатын, тәуелсіз, қазақ еліне қызмет ететін мықты кәсіпкерлер қатарынан көргім келеді. Өзім үшін болмасам да бала шағам үшін сол нәрсені істеу міндет деп ойлаймын өзіме.